Таңғы асқа лаваштан арналған конвертике дайындаймыз. Ең алдымен үкіштен өткізілген сырымыздың үстіне майонез салып, жақсылап араластырып аламыз. Дайын лавашты аламыз да, осылай ұзыншалап кесіп аламыз қиып. Енді лавашымыздың дайындап шетіне осылай сырымызды салып, бір шетіне осылай видеодағыдай орап шығамыз барлығын. Мына шетін ішіне қарай кіргіземіз видеодағыдай. Барлығын видеодағыдай ораймыз. Енді екіншісіне осылай шұжық салып жасап шықтым. Енді дайын болғаннан кейін үстіне жұмыртқаны сары-ұзын жағамыз. Қалауыңызша күнжіт сеуіп 180-200 градус пеште қызарғанша пісіреміз. Міне қыздар, конвертикеміз дайын. Өте дәмді, міндетті түрде жасап көріңіздер. Ас болсын.